Сәлем достар, сендермен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Бұл менің арнамдағы ең алғашқы сөйлесу видеосы, яғни алда осындай көп видеолар шығады. Менің басымнан өткен оқиғалар, ыңғайсыз оқиғалар, қорқынышты оқиғалар деген. Осы видеоны лайкпен қолдап кетейік. Егер де осы видеода 55 лайк жиналатын болса, мен екінші бөлім шығарамын. Алда тағы да менің басымнан өткен оқиғалар деген. Олай болса, тезірек видеоның тақырыбына көшейік. Бұл оқиға мен мектепке бармай тұрған кезде болды, яғни 9 немесе 8 жыл бұрын. Біз ол кезде басқа қалада тұрған болатынбыз. Ол кездегі үйлер бізде 3 этажды, яғни 3 қабатты, 4 қабатты осындай шағын үйлер болатын. Біз екінші қабатта тұрдық. Және мен үйде жалғыз қалатым, себебі мен қорықпаймын, өйткені дәл менің үйімнің астында мамам жұмыс істейді. Кешке қарай қайтып үйге келеді. Осылайша күндердің бір күнінде үйде ешкім жоқ кезде мен ойнадым, телевизор қарадым, осылайша өзімнің балалық істерімді жасадым. Кеш батты, мен ұйықтайтын уақыт келген кезде светтің барлығын өшіріп ұйықтадым. Біздің үйіміз бір бөлме болатын. Мына біздің бөлмеміз болса, былай тіке жүрсек, мына жерде балкон тұр. Балконда бізде ағаш есік болатын. Балкон ол қоршалмаған, тек қана есікпен тұрады, ал ары қарай уже дала болып есептеледі. Мен осы балконның есігін жабуды ұмытып кеткенмін. Осылайша мен ұйықтап қалдым. Бір кезде мен ұйықтап жаттым. Көзімді ашқанда үйде біреулер жүрді. Мен ол кезде есімді шала білетінмін, себебі ұйқылы оя болып тұрдым. Не қойылып жатқан білмедім. Сосын бір кезде ештеңеге мән бермей ұйықтап қала бердім. Сосын біраз уақыт өткен соң мен ұйқымды ашсам, дала түн әрине, свет жанып тұр, және біздің үйде менің анам және 2 бала, сосын тағы да 2 апай тұр екен. Жаңағы 2 ұры емес, яғни 2 баланың анасы екен. Ол 2 анасы балаларын ұрсып жатыр, сендер неге өйтіп істейсіңдер, жаман істер неге істейсіңдер деп. Ол біздің көршілеріміз болып шықты. Қабаттар бір-біріне жақын, сондықтан біздің екінші қабатқа біреулер оңай мініп түсе алады. Біздің үйде ешқандай да ондай қымбат зат болмады. Олардың алған заттар тек қана коломба сондай бірдеңе алды. Ол оқиға менің есімде қатты жоқ, маған оны үйдегілер айтып берген болады. Өзімде оның кішкене білемін. Сырға сондай бірдеңелер алған. Осыны әрине оны қайтып өзімізге әкеліп берді. Мен басымнан осындай бір шағын оқиға өтті. Осы видео сендерге ұнады деп ойдамын. Оны сақын жоғары тұрған белгісін басып, колокольчикті басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда осындай қызықты видеолар шығады, сондықтан лайк басып кетейік. Сәлем достар, сендермен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Арнамдағы